Күні кеше Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялау орталығында есеп берді. Облыс әкімі журналистердің кейбір сұрақтарына жауап беруден жалтарып, нақты ақпарат бермеді. Мәселен, ол Әулиеатада қазақ халқына мың алғыс және біз біргеміз монументін ашқан болатын. Өзі бас болып салдырған монументке қанша қаржы бөлінгенін Сапарбаевтың білмеуі мүмкін бе? Сондай-ақ әкімнің ақпанда берген уәдесін желтоқсанда ұмытып қалуы, оның есте сақтау қабілетін төмендегенін аңғартпай ма? Қордай дауынан кейін Жамбыл облысының әкімдігі қазақ халқына мың алғыс монументін 158 миллион теңгеге тұрғызып ашты мемлекеттік бюджет есептен. Одан кейін әлі пандемияны еңсермей жатып, біз біргеміз монументін ашты, бірақ дәл сол монументтің қаншаға шыққаны бюджеті бізге белгісіз. Әкімдіктегі баспасөз хатшысы демеушілердің қалтасынан шығарылды дейді, ал кейбір деректерге қарағанда қала бюджетінен дейді. Осының расы қайсы және 2 жылдан бері Меркі ауданы тұрғындары көтеріп келе жатқан мәселе Кенесары хан ескерткіші қашан жаңғырады? Оны халық өз қалтасымен көтерген екен, бірақ арнайы мүсін өнерінің талаптарына сәйкес келу үшін оған қосымша қаражат қажет екен. Қашан қалалық облыстық әкімдік мойын бұрып Кенесары ескерткішін жаңғыртады? Дедлайны бекітілді ме? Ескерткіштер жөнінен ол енді барлығына қарай болатын болсақ, онда біз ешнәрсе жасамай отыруымыз керек. Оның үстіне біз үшін қазіргі таңдағы ең керегі көп ұлтты Қазақстандағы тұратын барлық ұлттардың бірлігі. Екінші, қазақ халқы әр уақытта ашаршылық болсын, соғыс болсын, репрессия болсын, өзінің бір үзім нанын қасындағыларға бөліп берген. Ол жөнінде елбасының айтқанын, берген тапсырмасын жақсы білесіздер. Сондықтан біз қазақ халқына мың алғыс монументін аштық. Ол жерге тек қана бюджеттен емес, кәсіпкерлердің де, демеушілердің де қаржысы бар. Дәл сондай, әрине жаңа сіз айтқандай, мына індет қашан бітеді деп күтіп отыратын болсақ, ол да болмайды. Бұнда да біз көрсетуіміз керек. Біздің бірге келгенімізді, жаңа айтқан қиындықтардың барлығын біз бірліктің арқасында жеңгенімізді. Одан кейін сол қиыншылықта, сол індеттің кезінде қызмет жасаған дәрігерлерге, полицейлерге, еріктілерге біз өзіміздің рахметімізді білдіруіміз керек. Оның келесі үлкен тәрбиелік мәні бар. Әсіресе мынау өсіп келе жатқан жастарға бірлік жөнінде, отанды сүю жөнінде, бір-біріне көмектесу жөнінде, қол ұшын беру жөнінде. Оның да мен қазір енді есімде жоқ, оғанда жергілікті кәсіпкерлердің көмегі бар. Асан, нақтылайтын сұрағыңыз бар ма? Әрине, мен жауап алғам жоқ. Кенесары ескерткіші қашан жаңғырады? Сіз айттыңыз, жергілікті ақша үнемдеу мақсатында ескерткіштердің есебі демеушілерменен әкімдіктен болуы мүмкін дедіңіз. Бізге осы екі үлкен ескерткіштің нақты бюджеті қанша бөлігі демеушілерден, қанша бөлігі бюджеттен екенін ашып берсеңіз екен, жазбаша жауап түрінде болса да. Сіз жылдың басында Алаш мұражайын ашамын деп уәде берген екенсіз. Жергілікті зиялылар бізге хабарласып, үкіметте бөлінген қаражаттың тапшылығына әрі үнемдеуге байланысты бұл жоба тоқтағанын хабарлапсыздар. Сонда осындай үлкен көлемдегі ескерткіштерге қаржы табылады дағыны, жазда пандемия кезінде тур ұйымдастыруға қаржы табылады дағыны, Алаш мұражайы өзіңіз уәде еткен жоба іске аспай қалады. Неліктен? Біріншіден, Алаш мұражайы жөнінде, Алаш ескерткіш жөнінде мен ешкімге уәде берген жоқпын. Одан кейін мен уәде берсем орындаймын. Екіншіден, Кенесары ханның ескерткіш жөнінен жаңа айтқаныңыз дұрыс, мүсінге байланысты сұрақтар бар. Сондықтан тиісті комиссияға мүсінге баға беретін, мүсінді қолдап шешім шығаратын тапсырма берілген. Сол комиссия шешім шығарғаннан кейін барып, ол ары қарай қолға алынатын болады. Бірақ бұл жерде жаңа айтқандай тек қана бюджеттен ақша болмайды, демеушілердің ақшасымен болатын болады. Облыс әкімі қос монументке байланысты барлығына қарайлайтын болсақ, онда біз еш нәрсе жасамай отыруымыз керек дейді. Әрине, жұмыс істелу керек. Алайда ол
Облыстағы азаматтар қазақ тілін үйренбесе, 1000 монумент салса да одан пайда жоқ екенін ескермей отыр. Өйткені Тараз қаласындағы аралас және орыс сыныбында оқитын диаспораларды айтпағанда, қазақ балаларының өзі мемлекеттік тілді білмейді. Мұндай жағдайда 158 миллион теңгеге қазақ еліне 1000 алғыс атты монумент ашу ақмақтық емес пе? Сондай-ақ коронавирус инфекциясы әлі толық аяқталмай жатып, біз біргеміз монументін ашу Қожанасырдың әрекетін еске түсіреді. Қазіргі таңда облыста 4498 адам қауіпті індетті жұқтырып ауырып жатыр. Ал 23 мен 29 қараша аралығында елімізде коронавирустан 44 адам көз жұмған. Міне осындай жағдайда еш шаспастан монумент ашу ақмақтықтың ең биік шыңы емес пе? Содан кейін, онсыз да карантиннен титықтап отырған кәсіпкерлерге салық салуды доғару қажет емес пе? Монументке бюджеттен бөлек кәсіпкерлердің ақшасы кетті деген сөз онсыз да қиналып отырған азаматтарға соққы болып отыр. Әрі-берден соң кәсіпкерлердің ақшасы жаудың ақшасы емес қой, оны да тиімді мақсатқа пайдаланған жөн шығар. Айтпақшы, Бердібек Сапарбаев ақпанның 19 күні халыққа берген есебінде Тараз қаласынан алаштану орталығы ашылатынын айтқан еді. Қазақ хандығының ана жердегі ескерткішінің артынан мұражай салынатын болады. Алаштану орталығының құрылысы салынады. Біріншіден, Алаш мұражайы жөнінде, Алаш ескерткіш жөнінде мен ешкімге уәде берген жоқпын. Одан кейін мен уәде берсем орындаймын. Өздеріңіз көргенде әкім Таразда берген уәдесінен Астанада тайқып кетті. Бердібек Сапарбаев қартайды ма, жоқ әлде өтірік соғып жіберді ме? Әкімді өтірік айтты деуге қимайсың, бірақ жасы келіп есте сақтау қабілеті нашарлаған сияқты. Жоғары жақтағылар осыны ескерсе керек. Сайлаудан кейін Сапарбаев сенатор болып кетеді екен деген әңгіме шыға бастады. Ақпанда берген уәдесін желтоқсанда ұмытып қалса, жұрт қарттар үйі деп атап кеткен сенатқа кеткені жөн ғой.